Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай салат жасаймыз. Ең оңай және әп-әдемі көрінетін. Бірінші қияр мен помидорды жақсылап үлкендеу қылып турап аламыз. Жұмыртқаны да сәл пісірмей, ортасын 7 минут қайнату керек болса, 6 минут қайнатып, осылай ортасын шикілеу істеп аламыз. Сосын салат жапырағын осылай ірілеу қылып турап, бәрін қосып араластырамыз майонезге. Және бұл салаттың фишкасы ең артынан кукуруз қосу керек. Тағы бір рет жақсылап араластырып аласыздар. Маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Дәмі өте керемет және тез пісетін. Жұмыртқаны ғана пісіріп аласыздар, қалғандарын жақсылап турасаңыздар, өте әдемі шығады. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет.